Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Ақерке. Бүгін сіздерге ағзамызға өте пайдалы сусын асқабақ шырынының рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Видеоның барысында сіздерге асқабақтың пайдалы жақтарын айтып өтетін боламын. Ең алдымен асқабағымыздың жақсылап жуып алып, сыртындағы қабығын ашып, төрт бұрыш етіп турап шығамыз. Енді асқабақтың пайдасын айтатын болсақ, барлықтарыңызға белгілі, асқабақ өте пайдалы ағзамызға. Ең алдымен ол біздің иммунитетімізді көтереді, сонымен қатар асқазан ішек жолдарын, бауырды тазалайды. Бойымыздағы керек емес зиянды шлактардан, токсиндерден тазартады, зат алмасу процесін жақсартады, ұйқыны реттейді, жүрек бұлшығетін жақсартады. Сонымен қатар жүкті әйелдерге де өте пайдалы. Жүкті әйелдерде жүрек айну процестерін бәсеңдетеді. Балаларыңыздың да иммунитетін көтеріп, осы балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Енді асқабақ шырынын біз таңертең аш қарынға, яғни бір стаканды екіге бөліп ішеміз. Аш қарынға жартысын, одан кейін таңғы аста қалған жартысын ішетін боламыз. Осы асқабақ шырынын асқазанында жарасы, гастрит, язвасы, сонымен қатар қант диабеті бар адамдарға ішуге болмайды. Осылай барлығын қабығынан ашып болғаннан кейін дәл видеодағыдай төрт бұрыш етіп турап шығамыз. Барлығын турап болғаннан кейін ыдысымызға саламыз. Міндетті түрде асқабақ шырынын жасап көріңіздер достар. Өте пайдалы, асқазанымызға дәрумендер мен минералдарға бай сусын болып табылады. Осылай ыдысымызға салып болғаннан кейін үстіне асқабағымыз батып тұратындай етіп су құйып газымызға қоямыз. Осы асқабағымыз газда қайнағаннан кейін 20 минут қайнау керек. Ол уақыт аралығында, яғни бір апельсиніміз бен бір лимонымызды төрт бұрыш етіп турап аламыз. Төрт бұрыш етіп турап болғаннан кейін блендердің көмегімен езіп аламыз. Мінекей асқабағымыз осылай қайнайын деп жатыр. Осылай суға батып тұру керек. Енді лимонымыз бен апельсинімізді осындай, менде тек қана осындай блендер бар, осының көмегімен сәл езіп шықтым. Одан соң осылай апельсин мен лимонның соғын осылай сығып аламыз. Қасықпен жақсылап басып. Енді асқабағымыз пісуге жақын қалған кезде үстіне 100 граммдай қант қосамыз. Өйткені көп қант қосудың қажеті жоқ. Асқабақтың өзінің тәттісі бар. Қосқап жібереміз. Тағы да 5 минуттай қайнатып болған соң өшіреміз. Одан соң осындай блендердің көмегімен езіп шығамыз. Сонда асқабақтарыңыз осындай керемет сусын болып шығады. Осы асқабақты банкеге жауып қойсаңыздар да болады. Банкілеріңізді алдын ала стерилдеп аласыздар, және де банкеге жабатын болсаңыздар, бір шай қасық лимон қышқылын қосып жіберіңіздер. Осылай апельсин мен лимон шырынын қосып болған соң араластырамыз. Мінекей асқабақ шырынымыз дайын болды. Мен әрдайым осылай балғын түрде аз-аздан жасағанды жөн көремін. Осындай 1 литр банкімізге осылай құйып, шетінен алып іше береміз. Өте пайдалы сусын, барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Ұнайды деген ойдамын. Ең бастысы ағзамызға өте пайдалы, дәрумендерге бай сусын болып табылады. Видео ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.